Ого, Бартыжан, қандай жағдай, что там? Космонавт. Что там? Короче, Что там? маңызды жаңалықпен келдім. Бен туралы білесің ба? Бен туралы қазір атақты болып отыр. Подписчиктер айтып сені. Достар, бәріне сәлем. Жаңа Нұрлан маған жазды. Видео түсіп баста мен келдім деді. И Бен туралы бірдеңке айтады. Бен деген приложение емес пе? Я мне осы приложение и мен осы приложение туралы не үшін айтсам, көп видео түсірдім, бірақ осы приложениенің өзінің қараңғы жағы бар екен. Соны бірақ түнде тексеру керек, қазір 12 болғанда. Сол себепті саған келдім, бірге тексеру үшін. Все, давай онда. Кеттік шешін, иә? Бержан, подождай. Что там? Бен туралы естіген жоқсың ба сен де? Короче, осыны қазір тексеретін боламыз 12-де. Жалпы негізі қорқынышты приложение негізі. Мен уже бір шама рет осы дейтін кәдімгідей жылыма тиген болатын. Мен көргенмін, бір блогерлер сұрақ қойды. Сен де түсірдің айтпақшы. Негізі көпшілігі ойлайды осыны күлкілі приложение деп. Бірақ негізінде шын айтайын, олай емес. Дауысына қарайшы. Мынау қайталайды ғой біздің. Ана біздің балалық шақтағы не ғой приложение. Ойын ғой, ойнайтынбыз. Баяғыда шыққан. Негізі мен де естігем, түнде осы темный бір сторонасы бар деп, бүгін Нұрлан келіп тұр, соны айт. Тексеріп көрейік, реально шынымен қызықты болады деген ойдамын. Достар, егер де Бенді қаласаңдар, лайк басып кеттіңдер. Қазір тексеретін боламыз, реально. Шынымен де ма? Өтірік па? Просто интернетте сондай аңыздар болды. Бенді түнде сөйлесетін болсам, Бендімен жаман бірдеңелер болады дейді. Енді сен айтқан шығарсың да, мен өтірік прикол ұстап отыр деп, бірақ сонда да қазір тексеріп көреміз, бірақ давай. Давайте, достар, осыны тексерейік енді. Кеп Бенді көрсетті. Давай, Бенді енді түнде шақырып көретін боламыз. Қаншада істейміз оны? Қаншада негізі шақырып? 12-де дейді, 12. Түнгі 12-де ма? Иә. Бүкіл дұқтар сияқты бұны 12-ден кейін шақырған дұрыс деп ойлаймын мен де. Как раз 12 жақындап қалды, қазір онда дайындала берейік онда. Бірақ оны қазір тексеру үшін барлығы қараңғы болу керек, свет сөндіру керек. Положено айна бар ма? Иә, бар ана. Айнаның қасына тексеру керек деп. Мен интернетте оқыдым, солай жазылған негізі. Сол дұрыс шығар деп ойлаймын, енді қазір тексеріп көреміз. Давай, хорошо. Онда осыны тексерейік. Ал достар, сендер ана видеода 20 сағаттың ішінде 12 000 лайк жинадыңдар. Сендерге өте қуаныштымын. И біз осы видеодан кейін ертең кешке барамыз да, заброшенный психбольницаға барып видео түсіреміз. Ол достар, бұйырса мен каналымда күнде видео шығады. Сол үшін сендердің лайктарың керек, поддержкаларың керек. Лайк басып, комментарияға өз ойларын жазыңдар. И достар, Нұрланның каналын тоже ұмытпаңдар. Иә, достар. Иә, Нұрлан Қаламов өте күшті видеолар түсіреді. Подписчиктері жазылды каналына, ссылка описаниеда болады ма? Болады, конечно. Описаниеда болады. Мен де түскем видеосына ужасный тиктоктар көргенбіз, достар. Сол видеосын тоже көріңдер. Подписаться етіңдер. Ал біз қазір 12 күн күтеміз де осы ритуалға кірісеміз, иә? Иә. По имени Бен-30 у иллюминатов тоже 3 угла. Совпадение не было. Выигрывающий пункт Бен вступает. Қазір тексеретін боламыз. Ема, что-то уже қорқынышты болып кетті ғой, ема. Лучших другов. Серьезно, мане? В имени Том также 3 буквы, как и углов у иллюмината. Очередное совпадение. Иллюминат типа Бен, да? Профессор химии на пенсии. Но при этом ему всего 28 лет. Қазір битек. Нана, шақырайық қазір сағат қанша? Сағат уже болып қалды почти. Уже 4 минут қалыпты. Иә, Все. Ема, дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Мен дайын. Что-то дайын, өте кішкене қорқынышты. Бірінші рет болып тұр маңдай мен. Сен күшін мен қатысың. Білмеймін даже, шын айтайын. Как көреміз, так тексеретін боламыз. Давай. Тексерейік. Как раз свет сөніп тұр ғой да, бәрі нормально да? Так, кеттік, айнаның қасына барайық онда. Скачать ете алдың ғой? Я бар. Менде де бар приложениесі. Міне Бен. Бір телефонмен істеу керек болған, қалай деп? Я? Бірінші менде де бар. Жүріңдер. Міне біз келдік, міне Бен. Телефонмен сөйлесіп отыр Бен. И міне айна. Звондап жүр. Бұны шақыру үшін Бен сенен 3 рет қайталау керек, мен үйіме кел деп. Сосын айнаға қаратып, бүйтіп қаратып шақырамыз. Сөйтіп ритуал басталады. Дайынсыңдар ма? Да. Бен, мен үйіме кел. Қайта. Бен, мен үйіме кел. Бен, мен үйіме кел. Бен,
Бен, мен үйіме кел. Біздің айтқан қайталаған жоқ па анау? Достар, ритуал басталды. И ритуал басталды десем түшті мөлдеріме. Түсті ма камера? Түшті ритуал басталды. Қара. Алып түседі. Сол уақытсың ба? Иә. Бәйінде. Кеттік, сұрақ қойық. Мында. Аны сұрақ қоямын сізге. Біздің келдің ба? Сен келдің ба? Сен келдің ба? Ну? Я деді. Я дедің ба? Сен келдің ба? Біз жаңа не сұрағымызды білмей жатқан кезде айтты ғой, біздің үйге кел деп айтты мен. Ес деп. Юман. Жүр кетіп көрейік. Қайттан сұрақ? Отырыңдар. Ну-ка. Бен, сен келдің ба? Бен. Қой, ты? Походу бізге Жоқ. Бен, сен біздің үйге келдің ба? Онда қай жерде? Онда сұрақ жауап бермейді екен. Ё-моё. Қандай сұрақ қоямыз да ойластырайық. Бен, сен елессің ба? Айтпайды. Бен, сен елессің ба? Айтпай жатыр. Күліп тұр ема. Бен, сен біздің үйге келдің ба? Неғып айтпайды? Бұл yes, no дейді. Жоқ. Келді. Ой, дейтін дауыс көрдің бе? Анау есті тосын анау ұрыр деді. Иә. Келіп. Дейтін өшістікші. Үніне қозғалып кетті. Түнтіп кетті өзіміз. Өшіттік, все, таста. Өчеті бөтірлі дыбыстар шығып отыр. Күлді. Бір достар шығып жатыр деген күлді анау. Бен, сен бізді көріп тұрсың ба? Көрмей тұр да. Бен, сен қазір ваннадасың ба? Кеттік ваннаға, тексерейік та? Тексереміз ба? Апасының маған дұрыс айтпақшы. Аюға қарасай. Ой, ит. Бізге Нұрлан алып келді. Нұрлан апасының емес қой дұрыс. Білмеймін. Мен бір шет үйдің Бен мен күлкілі кейіпкерді ойласам. Мен де сөйті ойлаймын. Күлкілісің ба? Тастайсың ба? Тастайсың. Походу заңға тықпаған сияқты. Резко. Резко. Қайталады. Сөйт жағуым ойды. Сөйтсіз. Кетіп қалмай ма сөйтіп жатқанға жаңа. Мұнда жоқ бұл. Тоқта, қазір сұрайық кеді. Сұраймыз қазір. Телефон соқ. Сонда. Естің ба? Тоқтыршы. Бірден дұрыс шықпа. Естідім, мен де естідім. Иә. Қара, берейік. Бен, сен қазір ваннадасың ба? Yes. Айнада емес па? Біз айнадан шақырдық, айнадан қарап. Не айтпақшы жер? Айнада. Айнадан қарап. Бен, сен айнадасың ба? No. Бен, сен стиральный машинадасың ба? Ұрсын, жауып текші. Жана айту. Жана анаяқта стиральный машина, анаяқта Иә. кір жуғыш машина. Дүңк деді. Содан кейін мен ваннадасың ба десем иә деді. Айнадасың ба десем жоқ деді. Стиральный машинадасың ба десем иә деді. Неғып тексекші? Қандай білмей? Кет, спальня. Спальня давай. Бен, сен спальнядасың ба? Уже спальняда ба? Неғып ұшып кетті? Ну как көйлек? Еще қызыл цвет жағып қойған. Сен қостың ба нені? Жоқ, нифига болсын. Жұмыстан сияқты ба? Біздің мен бөлмеге кірген жоқпыз. Мен бөлмеге кірген жоқпын. Мына жақта отырдым, анадан телефон шықты. Серьезно қоспадыңдар ма? Естідім. Мынау күліп жатыр. Мынау күлді анау қойып деді. Таш деді. Естідім, иә. Естілді ғой камера. Достар, естісіңдер ма? Дос, естіді. Чего? Мен қуып кетті ғой, естіп кетті ғой. Қуып жатыр. Сонда ол дейтін айда бойы жүр ма, не істеп жатыр? Бен, сен көзге көрінесің ба? Жоқ дейді. Көрмейді көзге. Қуып тұр ғой, бәрін дейтін. Көртсе, сол үшін ғой, ваннада кездестіре алмадық қой. Дұқ сияқты ғой, короче. Иә дейді. Жауап беріп. Иә деп отырсың. Сен айтқанға жауап. Походу, и жауап.
иә короче бізді барынша шатастырайын деп тұр ғой мынау жақсы бір затты түсіндім елес сияқты потому что көрдің ба ванда болған жоқ менде жұмыста. Бен, сен опасныйсың ба? тағы да қойшы. Бен, сен қауіптісің ба? тағы да қойшы. Бен, сен опасныйсың ба? Yes. Походу бізді Бен тыңайынып тұрған сияқты. Бен, сен бізді өлтіресің ба? Бля. Ну, чё? Может быть, Дима? Есть, ну, типа, айтып тұр ғой, бәлкім бе, бәлкім жоқ. Может быть. Может, бәлкім айтқан білесің, ода бір шығар. Сонда бізді қалап қаяқ. Бізден басты несетін көрді. Сұрақ. Телевизорда Бен тұр. Бен... Сұрақтан шығып көрсетті. Бен, Том мен Анджелада екеуі де елес па не? Бен, сен бізге айтқың келмей тұр ма? Алло. Бен, сен бізге айтқың келмей тұр ма? Бен, Том, привидение ма? Бен, Анджела, привидение ма? Бля, айтпайды. Может, секрет шығар? Аралан. Мен естимін. Анджелада елес па? Ол елес Ол тірі ма сонда? Анджела маньяк па? Бәсе, Білесіздер ма, бұрында хит болды ғой, Анжеланың көзінде маньяк отырады деген. Иә. көзінде мен өзім көргем лично. Скачетінде лично көзіне қарадым, ана жақта бір маньяктың комнатасы тұр. Танымын. Иә. Сол заманға қайта келіп жатқан сияқтымыз елің